Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, еліміздегі 10 ер адамның 4-еуі белгісіз екен. Медицина тілінде бұл дертті простатит, импотенция деп жатады. Мамандар бұл ауруға себеп көп дейді. Таңнан қара кешке дейін отырып жұмыс істеу, стресс, басқа да жайттар әсер етеді. Бұрыннан келе жатқан бұл дерттің алдын алып, белгісіздіктен сақтану үшін қазақтар төс жеген екен. Ендігісін Нұрбек Бекбау айтып берсін. Қазақта сөз бар, зәрем зәр түбіне кетті деген. Зәхар түбі деп отырғаны қуға асты безі. Ер азамат қатты үйленсе, күйзеліске түссе, немесе суық тисе, сол қуға асты безі қабынады екен. Осы бір аурудан айықтыру үшін, немесе аурудың алдын алу үшін қазақ төс жейтін болған. Күйеу балаға төсті бекер бермеген болып тұр ғой сонда. Бұл жай ғана ырым емес, медициналық қажеттіліктен шыққан дәстүр болып тұр. Керемет емес пе? Малдың төсі, ол әсіресе ағуызға соншама бай болғаны сонша, ол ер азаматтардың қуық безін қабындырудан сақтайды. Және суықтаудан сақтайды. Ер азаматтарымыз көбінесе жұмыстың бәрін, түздегі жұмыстардың бәрін атқарып келгеннен кейін, стресске, уайымға, отбасын қалай асыраймын, я болмаса тағы да бизнесте, қай жерде, қай салада жүрмесін, стрессте болған кезде осы ағуызға бай төсті жеседі, төстің еттерін жеседі, одан салмақ қосып кетеміз деп қорықпау керек. Ол жаңағы стрессін кәдімгідей жазады ер азаматтың. Қазіргі медициналық көзбен қарағанда біздің ата-бабаларымыз не нәрсеге, қандай нәрсеге ем ет, соның барлығын біліп, демек әрқайсысына өзінің сыбағасын дұрыс бере білген. Бұл айтылғандар ертеге ұқсап кетті ме? Негізі шындық, ақиқат. Күллі ғалым осыны мойындап болды. Ертегі дегеннен шығады. Ер төстік аңызы естіңіз деме? Ерназарбайдың 8 бірдей ұлы бораннан ыққан жылқымен бірге адасып кетеді емес пе? Сөйтіп бай дәулеттікісі бір-ақ түнде таскедейге айналады. Өлімін күтіп шаңыраққа қарап жатқанда, шаңырақтан биенің төс етін көреді ғой. Неге басқа ет емес, төс ет. Мұның маңызы мүлдем бөлек, ерекше. Сол төс етті кемпір екеуі қайнатып жегеннен кейін өмірге ер төстік келеді емес пе? Міне, төс еттің маңызы қандай екенін ертегі айтып тұр. Бүкіл қабырғаның түйіскен жері майлы төсте ер азаматтың қуатын арттыратын, қуық безінің жұмысын дұрыстататын күллі нәрлі зәттектің бәрі бар. Осыны қазақ білгендіктен қызын алғалы отырған күйеу балаға төс тартатын болған. Ол қуатты болса шаңырақ шайқалмайды, өмірде қызығырақ болатынын білген ғой. Олай болса жігіттер, төс жеп тұрайық. Бүгінгі әңгіменің төркіні осы.